Мемлекеттік дін саясатын жүзеге асыру мақсатында жастар діни экстремизмге қарсы акциясы ұйымдастырылып, шараға орта арнаулы оқу орындарының білім алушылары қатысты. Онда жастар 2 номинация бойынша сынға түсіп, тақырыпқа сай бейнеролик пен қойылымдар көрсетті. Студенттеріміздің, білім алушыларымыздың осы бүгінгі өткізілген акциядан алған үлкен ақпараттары, жақсы ақпараттар алды деп есептеймін. Біздің болашағымыз жастар осындай жат ағымдардан аулақ болуға, экстремизмге, терроризмнің жалпы адамзатқа жақсылық әкелмейтіні анық болды. Акция барысында замандастарын күмәнді діни ағымдардан сақтануға шақырған Өркениет медицина колледжінің қойылымы көрерменге ой салып, көздеріне жас үйірді. Ал ұлттық және рухани құндылықтарымыздың әр азамат үшін маңызды екендігі Данияр Бектастың бейнеролигінде жан-жақты көрсетілді. Мен өзім Қазанғап музыкалық жоғары колледжінің студентімін. Біздің колледждің студенттері жүлделі 3-ші орынмен қайтып келе жатырмыз. Бүгінгі іс-шараға дейтін 10 балдық бағамен есептейтін болсам, мен 10-10 қоятын едім. Нәтижесінде қойылым номинациясы бойынша Өркениет медицина колледжі 1-ші орынға лайық деп танылса, бейнематериалдар арасында 1-ші орын Данияр Бектасқа бұйырды. Акция соңында барлық қатысушыларға бағалы сыйлықтар мен алғыс хаттар табысталды.